күмбездер. Меніңше бұл жер киелі де қасиетті орын секілді. Қарашы, жолаушылар демалатын орындар да бар. Айналаның бәрі көненің іздері. Я, мынау қабырғалар бұрынғы уақыттан қалғандай. Ата, солай ма? Дұрыс айтасыңдар, қарақтарым. Біз келген жер Темір ауданы. Ал бұл орын Дошан Хазрет мемориалды кешені деп аталады. Мен білдім, бұл қасиетті орын. Жарайсың, айым. Бұл орын талай туристерді тамсандырады. Бірнеше жыл бұрын жаңарту жұмыстарын жүргізіп, ескі мешітті осылай қорғап, қайта қалпына келтірді. Сендер көріп тұрған қабырғалар 19 ғасырда Дошан Ишан салдырған мешіт. Күмбезді, айшықты, іргелі де еңселі болған. Іші ою өрнекпен әрленіп, әр түрлі нақыштар бедерленген. Бұл жерде Дошан Ишан көптеген шәкірттер дайындап, рухани ұстаз да бола білген. Мен бұлаққа барамын. Айбар, тоқта, мен де барамын. Бұлақты халық шипалы су деп те атайды. Бұл жердің қасиетін естіген ел осыннан келіп шөл қандырады. Өткен жолаушылар да тоқтайды. Ата, Темір ауданы тарихқа бай секілді. Әрине, жүріңдер. Сендерді Тасқопадағы археологтар қазған жерге апарайын. Алақай! Айбар, ары қарай кіруге болмайды. Неге? Ол әлі зерттеліп жатқан аймақ деген мағынаны береді. Солай ма, ата? Әрине, дұрыс айтасың, айым. Белгілер ғалымдардың, археологтардың белгілері. Бұл аймақ әлі де қазылады, зерттеледі. Әне, үйілген қаншама оба тұр. Мен сендерді бұл орынға не үшін алып келдім? Ақтөбе қаласын аралағанда сендерге өлкетану музейінде Сармат көсемі алтын адамды көрсеттім. Я, ата, алтын адам есімде. Иә, менің де есімде. Ол темір дәуірінің ескерткіші дегенсіз. Ақылдым, дәл солай. Міне, дәл осы орында сол Сармат көсемін алтын адамды археологтар қазып алған. Осы төбелер мен дөңдерді зерттеп, зерделеп, ғалымдар ерте темір дәуіріне тән жәдігерді тапты. Зерттеу жұмыстар кезінде сақталған садақ пен қорамсақ, жебелер, алтын бұйымдар, көсемнің заттары табылды. Бұл біздің бабаларымыз ұлы далада өркениеттің ең жоғарғы сатысында күн кешті деген сөз. Тәуелсіздігіміздің дәлелі де осы. Олар алтыннан киім киген. Қандай ғажап! Керемет! Ал бұл орындар жайлы не айтасыз, ата? Бұл Көктам қаласының орны. Күйдірілген қызыл кірпіштерден салынған қаланың төрт жағында алып 4 мұнара болған. Қирандыларды көрдіңдер ме? Ноғайлы дәуірінен қалған. Ноғайлының қаласы Темір ауданы тарихының тереңдігімен ерекше болса, табиғаты да сонда ерекше. Ата, тағы қандай жерге алып барасыз? Жүріңдер, қарақтарым. Қандай көркем табиғат, ауасы қандай керемет. Көлеңкесті жаңғаса, я. Жүр, айым, аралайық. Толғанай орманы деген осы. Ойыл, Шейлі, Бабатай, Темір секілді ірі өзендер бар. Олар аудан жермен ағып өтеді. Бұл ауданның жер қойнауынан тас, темір, құрылыс материалдары барланған. Темір ауданында ауыл шаруашылығы, мал шаруашылығы қарқынды дамыған. Ірі қожалықтар бар. Аудан жермен республикалық маңызы бар ең ірі Атырау Қандағаш тасжол кесіп өтеді. Кен қияқ мұнай бұрғылау аймағы да осы жерде. Ақын Нұрпейіс Байғаниннің туған жері, әйгілі Ноғайлының әулиесі Мәулімберді қорымы да осы ауданда. Ол орта ғасырларға жатады. Міне, сендер киелі де қасиетті, қадірлі ауданмен таныстыңдар. Ал мына жерде 19 ғасырдың екінші жартысында ел аумағындағы ең ірі сауда-саттық орындарының бірі Қарағамыс жәрмеңкесі өтті. Жәрмеңке? Сонда ол жерде не сатылған? Бұл жерге Уфадан, Бұқарадан, Қазаннан, Орынбордан,
Ташкенттен, Орскіден бай көпестер келіп, түрлі бұйымдар әкеліп, жергілікті мал өнімдеріне айырбастап отырған. Бұл жәрмеңкеге мыңдаған адамдар жиналып, өнерпаздар өз өнерлерінде көрсетіп отырған. Қандай қызық, маған Темір ауданы тарихы мен табиғаты ұнады. Я, ата, рахмет сізге. Сапарымыз қызыққа толы болды. Жарайсыңдар, қуанып тұрмын. Бұл мекенде қорымдар, көне мешіттер, көне қалалар орнымен ұлы даланы мекендеген тайпалардың ізі бар. Қатпар тарихқа жасаған сапарымыз сендерге ұнаса қуаныштымын. Осы өңірдің шыңдалған үрпестей тұлғалары үлгі тұтып ізінен біз ереміз. Саяхаттап тағы барып көркі көзін жауын алып, тарихынан тәлім алып келеміз. Тарихынан тәлім алып келеміз. Қандай әнсем темір деген шырқаймыз біз көңілділі, жанға шипа мөлдіреген бұлаға. Кең далаға әнім барма, туристерге мәлім болған ағаштары қолын болғап тұрады. Қандай әнсем темір деген шырқаймыз біз көңілділі, жанға шипа мөлдіреген бұл